Мына репортажымызда көрермендерimiz көріп отырғандай, Тараз көшесіне қарай қиылып өтетін Қорқыт Ата көшесіндегі нөмірі 7 маршрут жүретін жолдағы беті ашық тұрған су немесе телефон желісінің құдықшасы. Бұл құдықшаның ашық тұрғанына біраз уақыт болды. Неге делік, Түркістан қаласының жергілікті атқамінерлері бұл жолмен жүрмей ме, әлде бұл келеңсіз нәрсені білмей ме? Әлде адам шығыны болған кезде беті жабыла ма, белгісіз. Қалыптан безсең де халықтан безбе дегендей, Түркістан қаласының билігі көріп, келеңсіз жайт орын алмай тұрып, беті жабылар деп тілейік, ағайын. Ну, уйдумыз. Жақынбыз деген.